Аш та болдық, тоқ та болдық. Ашыны да таттық, тәттіні де таттық. Бүгінгідей жақсы күнде соның көбі ұмыт болды ғой. Бірақ сол бір күнгі қонағасы әлі есімнен шықпайды. Ойыма түскен сайын еріксіз бір жымиып, басымды шайқап қиналып та қаламын. Біз отырған жүк машинасы тау бөктеріндегі бір ауылға ілінген кезде, ел жататын уақыт болып қалған кез еді. Десе де мынандай ақмылтық боранда далада қалмай, ел шетіне жете жығылғанымызға қуанып келеміз. Ауылдың шетіне кіре бере тоқтай қалған шофер кабинаның баспалдағына шығып, машинаның үстіне мойын соза тұрып, «Оу, жігіттер, бармысыңдар? Түсіңдер» деді де, біз түсіп жанына келген соң, «Қызылтас ауыл дегеніміз осы. Өліп талып жеттік қой әйтеуір. Енді қоналқа жай қарастырайық. Таныс үйлерің бар ма еді?» деді бораннан ықтай тұрып даңғырлай сөйлеп. Ойланып көрсем, бұл жерде менің танитын ешкім жоқ сияқты. Сапарласым Өкеннің бетіне қарадым. Ол да үндеген жоқ. Менің бір таныс үйім бар еді, бірақ үйлері күбірткідей тар болатын. Мына кабинадағы кемпір мен шалдың да барар жер жоқ көрінеді. Бесеуміз бірақ барсақ, ыңғайсыз болып қалар ма екен, деді шофер тарыққан рай білдіріп. Расында да солай. Қыс ішінде түн ортасында 5 адамның бір үйге түсу оңай ма? Осыны ойладым да, шофердің ізгі ниетіне рахмет айтып, «Ол да жөн, бөлініп қонайық. Сіз андағы кемпір мен шалды ертіп барыңыз. Біз мына Өкен екеуміз бір үй тауып қонармыз. Елдің арты әлі жата қоймаған сияқты ғой», дедім мен. Боран айдап ықтатып тастаған белдеу-белдеу қардон бұлай малтықтап, көшені бойлап жүріп келеміз. «Қайда барамыз?» деп сұрадым мен Өкеннен бір кезде тоқтай қалып. Өкен жуас жігіт еді. «Бұл ауылға менің де бірінші рет келуім. Ешкімді танымаймын», деді ол да. «Қайда барсаң да өзің баста» дегендей сөз аяғын күмілжей тоқтатып. «Ондай болса, қайда барсақ та бәрібір екен. Жеті түнде біреуді жыл орнынан тұрғызғанша, әлі жатпаған үйлердің біреуіне барайық. Кімдікі болса да, ар жағындағы терезесінен жарық шығып тұрған үйге таман баста», дедім мен, Өкенге кескін байламымды білдіріп. Сәті болғанда әлі жатпаған үй екен. Есігі де ілінбепті. Будақ-будақ боз тұманға оранып, «Ассалаумағалейкум» деп табалдырғынан аттай бердік. Сәлем алған ешкім болған жоқ. Ала көлеңке үй ішінен ештеңе көрінбейді. Бізбен ілесе кірген аязбен буалдырланған керосин шамда өлеусірей сарғайып, жылтырап қана белгі беріп тұр. Біраз аңтарылыстан кейін, «Қане, төрлетіңіздер» деген ер адамның даусы естілді. Үй ішіне көз үйреніскенше әнтек кідіріп тұрып қалдық. «Бер таман, бұлай шығыңыздар» деді әлгі дауыс, төр алдындағы аласа дөңгелек үстелді жылжытып жатып. Енді байқадық, үй иесі 20-ға жаңыленген жап-жас жігіт екен. Жүгіріп келіп, қалың киімдеріміздің жеңін тартып, қарнын қағып, қалбалақ қағып төр алдына сырмақ жайғызды. Қысқа амандықтан соң, «Шайыңды тезірек даярла» деді. Қазан аяқ жақта әлі отырмай түргеп тұрған келіншегіне бұрылып. «Мына кісілер боранда жаурап келген ұқсайды. Ыстық ішіп бойын жылтсын». Келіншек те лып ете түсті. Қайнап тұрған ақ мәскейді әрең көтеріп алып, орнына шәугім қойды да, шынаяқ дастархан дайындауға кірісті. Үй иелерінің қабағына қарап, біз де жадырап кеңіп қалдық. Үй ішіндегі жасау жабдықтар, жаңа тірлік, жас отау екенін әйгілеп тұрса да, ерлі-зайыпты екеуінің де білімді, көргенді, әдепті екендігі сөз әрекеттерінен білініп тұр. Түнде келген бейтаныс адамға мынандай ілтипат көрсетіп, жылы шырай, жатымды мінез байқатудың өзі де жолаушыға үлкен тыныс қой. Оның үстіне буы бұрқырап, демігі әлі басылмай тұрған ақ мәскейден шыққан қой етінің жағым десе де, мұрынды жарып барады. Бір кезде үй иелерінің көзін ала беріп, Өкенді санынан мытып, «Аузыңның салымы бар екен» дегендей қазан жақтымдадым. Өкен де жымиып қойды. Үйден шыққанымызға айдан асып еді. Қазына жұмысымен аудан-ауданды аралап келеміз. Шынын айтқанда, қайда барсақ та ең олжалы болдық дегенде, қонағасымыз қара нан мен қатықсыз көжеден асып көрген емес. Бұл үшін елді кінәлар жайымызда белгілі. Жағдай өзімізге де анық. Жалпақ елді жайлаған ақсүйек жұт, жалаңаш жалпылық, ашаршылық елдің күйсін кетіріп болған. Көже қатық, соғым дегенді ел болып ұмытқан кез. Біздің келе сала қазан аяқ жаққа көз салуымыздың да себебі осында. Өзегіміз талып өзеуреп келе жатқанда кез болған. Мынандай қонағуар пиғыл
қой етінің таныс иісі неге қуантпасын? Шай да тез қайнады. Дастархан үстінде жөн сұраса келгенде ұққанымыз, үй иесі биыл күзде ғана той жасаған мұғалім жігіт болып шықты. Ата-анасы мал соңында отарға кетіпті. Аты жөнін, жай жапсарын түгел ұғындырып айтып еді. Оның бәрі де қазір ұмытылып қалыпты. Әйтеуір өзі орнықты, байсалды жігіт екен. Жас болса да орынды сөйлеп, әңгімелесіп отырды. Ұзақ ішілген шай жиылып болғаннан кейін де көп отырдық. Қазан түсіретін уақытта болған сияқты еді. Келіншек әлі қамданар емес. Бір уақыттарда жігіт келіншегінің бетіне бір қарап қойып еді. Келіншек жымың ете түсті. Жігіт те бір мырс етіп қалды. Үнсіз тыныштық ұзарған сайын, келіншек пен жігіттің бір-біріне жалтақтауы да, күлкілер де көбейе түсті. Біріне бірі қарап алады да, сылқ-сылқ күледі. Әсіресе келіншек бізге байқатпаған болып қырындай бұрылып, селкілдеп алады да, күлкісін тыйып, қайта бұрылғанда томсырая қалған дөңгелек жүзі күреңіте қызарып көрінеді. Біресе аңтарылып күйеуінің бетіне бағжиып қадалып қалады. Сан құбылған осы қылығымен күйеуін де ілестіре күледі. Ұзаққа созылған жұмбақ күлкі бізге де сөлекет көрінбей қалған жоқ. Басында Өкен екеуміз олардың мына ерсі қылығын сезбеген кісімсіп, әлденені әңгіме еткен болып, өз алдымызға шүйіркелесіп отыра беріп едік. Бара-бара өзімізде қысылып, ыңғайсыздана бастадық. Қой енді, қазаныңды түсір, деді жігіт бір кезде келіншегіне. Келіншегі жымың етіп барып, Мәскейді әрең қозғатып жерге түсірді де, күйеуіне жалтақтай тағы бір қарап алып, қойшы өзің деп отыра кетті. Жерге қарап тұқырып, тағы да сылқылдап күліп ала жөнелді. Болды, күлкіні қой, түсір, деді жігіт өзі де күліп жібере жаздап барып. Келіншек күлкісін қойып, табақты жақындатып ожауын ала берді де, қайтадан күліп ала жөнелгені. Мә, өзің түсірші, деді жігітке ожауын ұсына қып-қызыл болып. Қой әрі, маған әлден шөміш ұстатсаң жырғатады екенсің. Қатын басшы қылып жіберерсің сен мына түріңмен, деп күйеуі зілсіз қалжың айтты да шегіне берді. Ұят емес пе, деп күбірледі келіншек жерге қарай беріп. Пісіп тұрған қазанды түсірмесең, ұят түгілі сүйекке таңба болмай ма, деді жігіт күлкіні қойып, салмақты раймен. Сонан бізге бетін бұрып тағы күлді де, жә, ағалар, сіздерден ұят болды. Мәнісін ұқтырмай күлген күлкі дарақы, дарбаза күлкі екені рас, бірақ күлмеске де, күлкінің мәнін айтуға да қиын болып отыр деп ол біраз бөгеліп барып қайта сөйледі. Бұрын есік ашпаған сыйлы адамсыздар, құдай қонақсыздар. Ата салты бойынша мал сойып күтіп алсақ та артық емес еді. Бүгін мына отырыста қазандағы тамақты сіздерден қызғанып бермейік деген ойымыз жоқ. Алдарыңызға қоюға ұялып отырған жайымыз бар, деп келіншегіне бір қарап қойып еді. Келіншек теріс айнала беріп, бетін бір шымшып алып, тұқыра берді. Жігіт енді тәуекелге көшті. Жаңағыдан да батылдау бұйыра сөйледі. Болды, түсір, не болса да тең көрейік. Мәскейдің қақпағы ашыла берақ, көгілдір бумен бірге қой етінің иісі тағы да мүңкей түсті. Бізге сыртын бере отырып келіншекті тамағын түсіріп жатты. Бір кезде күйеуіне күңкете қалып еді. Орнынан тұрып барып үлкен бір табақты көтеріп әкеліп алдымызға қойып жатып, ал меймандар, сөге жамандамаңыздар, бір бұдыры жоқ, ыңғай сирақ еді. Тұп-тура 40 сирақ болатын. Бұған пышақтың да керек жоқ шығар, бірден алып мүжей береміз ғой, деді күліп. Үйме-жүйме болып, ырсиып-ырсиып, бырысып, бүгіліп жатқан қалың сирақты көргенде, мен де еріксіз күліп жібердім де, жастарды жасытпайыншы деп тез тыйылдым. Әттең бауырым-ау, бұл күнде мұның несі ұят дейсің? Аяғың жерге тимесе ат деген сол, тісіңе тимесе ас деген сол дейтін сөз бар. Кәделеп тартқан бастың атағы демесең, ол да құйқа емес пе? Пейілдеріңе, ниеттеріңе рахмет, дедім көңілдерін жұбатып. Шын ниетімде сол еді. Қонағына қойын сойып, басын тартып, жамбас асып, қазы-қартамен жал-жаясын сыйлап аттандыруды ата-анадан көре қалған балалар ғой. Ұялмай қайтсын енді. Жоқшылық жомарт ердің қолын байлайды деген. Түсініп біліп отырмын. Аңқылдаған ақ ниеттеріңнен айналайын деп ойладым ішімнен. Сирақтың жылбысқа сіңірлерін жұлап отырып, көзіме жас та тығылып кетті. Содан бері 20 жылдан астам уақыт өтіпті. Аш та жүрдік, тоқ та жүрдік. Ашшыны да таттық, тәттіні де таттық. Оның қайсы бір есте қалды дейсің?
бірақ осы бір қонағасы әлі есімнен шықпайды. Ойыма түскен сайын еріксіз езу тартып, күліп те аламын. Басымды шайқап, қиналып та қаламын. Жақсылық Сәмитұлы.